Қант диабеті өте күрделі және қатерлі ауру. Оның шамалы белгілер байқалғанда алаңдау керек. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Қант диабеті бұл ауруға қанттың қандағы деңгейі көтерілуі. Ауру нәтижесінде асқазан асты безі шығаратын гормон инсулиннің аздығы туындап, ақырында зат алмасудың бұзылуына алып келеді. Қант диабеті жас шағының ауруы, онымен дегі халықтардың барлық топтары қамтылған. Дүние жүзінде 180 миллионнан астам адам қант диабетімен ауырады. 2030 жылға қарай бұл саны 2 еседен асып кетер қаупі бар. Қант диабетінің 2 түрі бар. Инсулинге тәуелді, ол бірінші түрі. Негізінен жас адамдарды зақымдайды. Оның себебі иммунитеттің төмендеуі немесе вирустық жұқпалы аурудың салдарынан асқазан асты безі жасушаларының өлімі. Ағза бұл жағдайда өздігінен инсулин түзуге қабілетсіз. Инсулинге тәуелсіз екінші түрі. Аурудың бұл түрінде инсулин асқазан асты безімен керек деңгейде шығарылмай, асқындырып шығарылады. Бұл ағзадағы жасушалар оған сезімталдығын жоғалтқандықтан қабылдай алмайды. Диабеттің екінші түрі семіздікпен қиналатын жасы 40-тан асқан адамдардың арасындағы тұқым қуалаушы ауру. Қант диабетінің 2 түрі де ауру адамның ағзасында капиллярлар мен тамырлардың зақымдап, салмақты өзгерістерді тудырады. Ауру процесінің нәтижесінде түрлі мүшелердің қан айналымы бұзылып, олар әдеттегі қалыпты қызметін жоғалтады. Диабеттің таралған зардабы көз қарашығының бұзылуы, соқырлыққа сүйрейді. Қант диабетімен ауыратындар иммунитет төмендеуінен зардап шегеді және түрлі жұқпалы ауруға шалдығады. Аурулардың негізгі белгілері мен сипаттары мынадай. Ағзаның шөлдеп кептіруіне алып келетін жиі зәр шығару мен әр уақытта шөлдеу сезімі. Әрқашандық аштық сезіміне қарамастан салмақты тез жоғалту. Шаршағандық немесе әлсіздік сезіну. Ұйып қалу және ұйып қалған жерлерді шаншу. Аяқта ауырлық сезіну. Бас айналу. Жұқпалы аурулардың баяу емделуі. Жаралардың баяу жазылуы. Егер ауру адамның қанына зертханалық зерттеулері аурудың белгілерін расталса, онда диабетпен ауыратын адам жедел емдеуге мұқтаж. Диабет сынды аурумен күресте науқас адамның белсенді қатынасы қажет. Қант диабеті қатерлі ауру. Онымен науқас адамға өмір сүруге үйрену керек. Өзіңізді тыңдап көріңіз. Қант диабетінің белгілері мен сипаты байқалса, сіздің ағзаңыз әр уақытта емдеу мен көмекке мұқтаж екенін ойлаңыз. Әрқашанда денімізге саулық, күшімізге қуат берсін. Менің каналыма тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.